Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар. Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның мұбарак хадисінде Абу Хурайра радиаллаху анху былай деп айтқысы жеткізеді: сіздерден біріңіз егер ораза кезінде ұмытып бір нәрсені жеп яки ішіп қойса, оразасын жалғастырсын дейді. Өйткені ол адамға Алла тағала өзі ішіп жегізді дейді. Оразаны алғаш ұстап жүрген бауырларымыз алғашқы күндерде ішіп яки жеп қою мүмкін. Сол уақытта не істеймін деген уақытында Алла Расулінің бізге жауабы: олай болса, оразаны бұзбай жалғастыра беріңіздер. Өйткені Алла тағала өзі ол кісіге ішіп жегізді дейді. Бір күні Абу Хурайра сахабада бір сахаба келіп: мен ораза кезімде ішіп жеп қойдым дейді. Не істеймін дейді. Олай болатын болса, оразаны жалғастырасың дейді. Содан үйден шықтым да жолдас досымның үйіне бардым. Дастарханның үстінде нан бар екен, нанды жеп қойдым дейді. Тағы жалғастырасың дейді. Одан шықтым да базарға барсам, базарда су бар екен, суды да іштім дейді. Сосын тағы жалғастырасың дейді. Сен әлі де оразаның қадір қасиетін түсіне алмай жүрсің ау деймін. Өйткені ораза ұстаған адам аузына еге болу қажет дейді. Демек, ораза ұстаушы адам баласы өзіне еге болу қажет негізінде. Әрбір нәрседе ішіп жеуден тыйылып, әрбір нәрседен абай болу қажет екендігін Абу Хурайра сахаба біздерге осы жеткізеді. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Ахры дауана анил хамдулилlah.